Бүгін сіздермен ерекше өте дәмді пирожки жасайтын боламыз. Қамыры үлпілдек және жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, не үшін ерекше екенін білесіздер. Ең алдымен қамырына жылы судың үстіне тұз, қант, ашыт қымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Ерекшелік себебі үйде қалып қойған менде осындай асылған ет болғандығын, соны алып блендерден өткізіп, үстіне қуырылған жуа, тұз, бұрышын салып жақсылап араластырдым. Қамырымызды керек бөлшектерге бөліп, бетін жауып 10 минутқа қойдым. Қамырларымызды жұқалап жайып аламыз. Әсіресе ең шеткі жағын жұқалап оқтаумен басып шығыңыздар, түйетін, шетін. Сол кезде қамырларыңыздың ортасы шикі болмайды. Орташа отта қызып тұрған майда екі жағын қызартып пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Егер үйлеріңізде қонақ күткеннен кейін қалып қойған ет болса, оны не істерлеріңізді білмесеңіздер, дәл осындай пирожки немесе чебуреки жасап қойсаңыздар, дәмі өте дәмді және ысырап болмайды. Егер араларыңызда дәл осылай жасайтын адамдар болса, маған комментарийге жаза кетіңіздер. Ал баршаңызға ас болсын.